Маңғыстаудағы көтеріліс талқандалды 1870 жылы мамырда. Сарматтардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы. Билік белгісі саналатын алтын 5 жұлдыз табылған Шығыс Қазақстандағы оба. Шіліктідегі нөмір 1 оба. Тасқа түсірілген суретті хат. Пиктография. Түрік қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресінің баспадан шыққан мерзімі 1911 жылы. Сармат тайпалары байланыс орнатқан мемлекет Босфор. Сібір қазақтарының округының аумағы Орынбордан Шуға дейін. Түрік жазуларының ішіндегі ең атақтылары Күлтегін, Тоныкөк. Тас өңдеу жоғары деңгейге көтерілген кезең. Біздің заманымыздан бұрынғы 5000 жыл бұрын. Қазақ АКСР-ның құрылғандығы жарияланды. 1920 жылы 4 қазанда. 1920 жылдардың соңы мен 1930 жылдардағы қазақ әдебиетіне келген дарынды жастар. Орманов, Сайын. Астау саркофагқа салынып, жерленген адамның қабірі табылған Шығыс Қазақстандағы оба. Берел. Көрік арқылы пештің температурасы қаншаға жеткен? 1200 градусқа. Отар елдерге сілкініс берген қанды жексенбі оқиғасының мерзімі 1905 жыл 9 қаңтар. Кенесары хандық билікті қалпына келтірді 1841 жылы. Андронов мәдениетін қалдырған тайпалар мекендеді. Қола дәуірінде. Үйсіндердің әулеттік зираттары орналасты. Қонысқа жақын жерде. Абылай ханның өмір сүрген жылдары 1711-1781 жылдары. Ғимаратқа сән беру үшін қолданылатын шағын көзек кірпіштің атауы. Терракота. Балтық флотындағы Қызыл тулы Киров крейсеріндегі жауынгерлік сапта тұрған қазақстандықтардың саны 156.